Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, ауызда еритін және де дастарханның сәнін беретін сүзбелі бәліш дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, сондықтан менімен бірге болыңыздар. Құрамы 1 стакан творог, менде 200 граммдық стакан, қыздар, және де 2 стакан ұн. Бұл жерде 1 стакан көрсеттім, қазір тағы 1 стакан салатын болам. Жарты стакан қант, және де разрыхитель и ванилин бұл жерде менде. Екеуін бірге салдым. 3 жұмыртқа қажет. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. Жақсылап араластырып, үстіне қантымызды саламыз. Біраз тағы да араластырып аламыз. Үстіне разрыхитель мен ванилинімізді саламыз. Енді осы ыдысымызға творогымызды түгелімен салып, тағы да араластырамыз. Осының үстіне 1 стакан ұнымызды саламыз. Міне қыздар, жаңағы айтқан тағы 1 стакан ұным, осының түгелімен салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын. Тарелкамызды қойып, қамырдың шетінен үзіп аламыз да, осындай шариктар жасаймыз. Егер де қолыңызды ұнмен уқалап жеріп жасасаңыз, қамырыңыз қолыңызға жабыспайды және де тез жасалынады. Бүгін бізде үйде кісі аз, сондықтан маған осы жеткілікті. Қалған тестамызды осылай морозильникке салып қойсаңыздар, қонақ келген кезде, не болмаса жегілеріңіз келген кезде шетінен алып жасай бересіздер. Өте ыңғайлы. Міне біздің шариктеріміз дайын. Енді осыны қызып тұрған майда қызарғанша қуырып аламыз. Осы рецептпен жасалынған творожный шарики өте дәмді болады. Құрамындағы творог қытырлақ бір ерекше дәм береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен үстіне сахарный пудра сеуіп ұсындым. Сіздердің ұсыну жолдарыңыз өз еріктеріңізде. Бетіне шоколад ерітіп құйсаңыздар да болады. Арасы толық піскен, дәмі керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар.